Hamid Official. Hamid Official. Hamid. Сәлем достар, бұл Хамид Official YouTube каналы. Бүгін сіздерге көпшіліктің сұранысы бойынша кореялық актриса және модель Сон Хё Кё туралы ақпаратпен бөліскенді жөн көрдік. Сон Хё Кё оңтүстік Корея актриса және моделі 1981 жылы 22 қарашада Тегу қаласында дүниеге келген. Сон Хё Кё өзінің туған күнін жылына 2 рет атап өтеді. Ол өмірге келгенде әлсіз және ауру болып туылған. Сондықтан ата-анасы оны аман қалады деп үміттенбеді және ұзақ уақыт тіркемеді. Хё Кё қалпына келген кезде ғана олар жаңа туған күнін 26 ақпан 1982 жылы ақпанда туылған деп өзгертті. Бала кезінде Сук әйелдер орта мектебін, Юнгкван әйелдер гимназиясын, содан кейін Сечон университетін бітірді. Бос уақытында мәнерлеп сырғанаумен, жүзумен айналысып, фортепианода ойнады. 1996 жылы киім шығаратын модельдер байқауында Гран-приді жеңіп алды. 2 жылдан кейін ол Бақытты таң сериясындағы алғашқы рөлін сомдады. Көрермендердің ыстық махаббаты Хё Кё менің жүрегімдегі көз және Вабанк дорамаларында басты рөлдерді ойнағаннан кейін келді. Ал көңілді және позитивті ыстық ұя дорамасындағы рөл актрисаның сәттілігін нығайтты. Жанкүйерлері оның жан-жақты талантын атап өтеді. Себебі ол қайғылы және күлкілі рөлдерді оңай ойнап бере алатын. Оңтүстік Корея тұрғындары Сон Хё Кёны ең әдемі Корей әйелдерінің бірі деп санайды және оны сұлулық құдай деп те атаған. Ол сұлу келбетінің арқасында косметика, киім және зергерлік жарнамаларға түсіп жүрді. 2009 жылдан бастап актриса қоршаған ортаны қорғау саласындағы қоғамдық жұмыстармен айналысады. Атап айтқанда, пандалар мен Корей құмыраларының популяциясын сақтау мақсатында. Актрисаның сүйікті тобы Биг Банг тобы. Алайда осы топтың бірде-бір концертінде болмаған. Актрисаның өткен бір туған күнінде жанкүйерлер оған ерекше сыйлық жасады. Олар Сон Хё Кё атынан Сеул ұлттық университетінің балалар ауруханасына 11 миллион 220 мың вон көлемде қайырымдылық жасаған. Сон Хё Кё дұрыс тамақтануды ұстанады. Ол фастфуд пен газдалған сусындарға қарсы. Ет, балық және көкөністерді жақсы көреді. Сүйікті тағамы асқабақ сорпасы. Ол бетіне әжім түспеу үшін өзі қолымен әртүрлі маскалар жасайды және бет күтіміне қатты қарайды. 2017 жылдың 1-тоқсанында кино және жарнамадан $1 миллион жуық табыс тапқан. Сон Хё Кё бірнеше рет Голливуд фильмдеріне қатысуға шақырылды. Бірақ ол ұсынылған рөлдер оның шығармашылық әлеуетін аша алмайды деп сеніп бас тартады. Хё Кё өзінің жеке өмірін құпия жасырады. Алайда жанкүйерлер оның актер Ли Бён Хонмен, содан кейін Хин Бинмен біраз уақыт кездескенін біледі. Дегенмен қауесеттерден аулақ болу мүмкін болмады. 2011 жылы Хин Бин армиясында қызмет ете бастады. Ал бұқаралық ақпарат құралдарында актер туралы өсек үнемі пайда бола бастады. Бұл себепті олар ара қатынастарын үзді. 2015 жылы ол тағы бір әріптесімен кездесе бастады. Сон Хё Кё мен Сон Джун Ки күннің ұрпақтары дорамасында бірге ойнады. Ең қызығы, ерлі зайыптылардың достары айтқандай, олар бұған дейін таныс болған және тіпті халықаралық сапарларда бірге уақыт өткізген. Бірақ тек қана дос болған. Достардың айтуынша Сон Джун Ки атақты адаммен кездескісі келмеді. Бірақ Сон Хё Кёның қарапайымдылығы мен әдептілігіне таң қалды. 2017 жылы екеуі үйленді және үйлену тойлары Оңтүстік Кореяның жылдың ең үздік үйлену тойы деп аталды. Сон Хё Кё алқаптың ең қымбат лала гүлдерімен бірге неке үстеліне барып көпті тамсандырды. Себебі аталмыш гүл атрибуты көктемде гүлдейді және Оңтүстік Кореяда мүлдем өспейді. Үйленгеннен кейін жас жұбайлар Еуропаға саяхатқа аттанды. Содан кейін олар отанына оралып, жаңа үйлеріне қоныстанды. Алайда жас жұп ажырасты деген ресми ақпаратта тарап үлгерді. Бұл Сон Хё Кёның жанкүйерлеріне ауыр тиді. Осы арқылы актрисаның бір сұхбатында журналистер оның қолындағы жүзікті байқаған. Оның ажыраспаған болуы да мүмкін деген
болжамдар бар. Сон Хе Кьо ойнаған дорамалар мен фильмдер актрисаға көптеген марапаттар алып келді. Ол Кореяның ең танымал тұлғаларының тізімінде миллиондаған жанкүйерлері бар тартымды модель және керемет актриса ретінде көш басында тұр. Достар, әзірге каналға тіркелеміз, лайк басамыз. Алдағы уақытта қандай атақты жұлдыздар туралы ақпарат білгенімізді қалайсыз? Комментарийге жазыңыз. Бұл Хамид Official каналы. Көріскенше достар.